Календарь жасап үйретемін қазір. Пиксартқа кіріп плюсты басамыз да, А4 формат таңдаймыз. Холстыға кіреміз. А4 дегеніміз 12-40, 17-58 размері. Стриканы басып редактировать етеміз. И добавить фото дейміз да. Так, фон таңдаймыз. Любой фон таңдаймыз. Однотонны болған дұрыс фонны. Так. Мынаны таңдайық дейікші. И более аққа келеді. Потом добавить фото дейміз да. Так, не таңдаймыз. Календарная сетка таңдаймыз. Календарная сетканы саламын кепард қалнауына. Так, 21 деп таңдайық. Чоқларына тұрған жоқ. Осыны таңдаймын. И бір қызды қоя салайық деген. Нағызды қояйық. Новогодний емес, такой қыздарға арналған бір сондай обстейін календарьда. Мына қызды алайын, сосын жанына. Так, тағы бір элемент. Так, гүл ма, шар ма, бірдеңе қою керек шығар. Үлкейтеміз календарімізді. Енді бұл жерде календарь анық көрінбейді. Анық көріну үшін біз стикерға кіреміз да. Белый квадрат дейміз. Сөзде бізге мынандай белый квадрат шығады. Соның біреусін таңдаймыз. Мынау самый нормальный сияқты. Осыны бүйтіп продолговать аламыз. Созамыз. Ой. Дейміз да, календарьды үстіне шығарамыз. Болған тағы да басамыз, шықты. Так, нақызды. Так. Так, нақызды алмай тұрмын. Так. Қыз астына кеп қалған ғой. Ішке шығарып қойын. Үстіне шығарып қойын, ең үстіне. Ал енді календарім қайда қалды. Так. Үстіне шығарамыз. Қызды кетеміз, баян ішкеп қоямыз. Ішке, например, сурет қоятын домалақ істесек те болады. Ол үшін, например, ішке 20-21 деп жаз қойсақ болады. Енді просто на примере істеп жатырмыз, 21 деп. Цвет таңдап қозғалайық. Ішке қойсақ
плюс дейміз. И қазір мына жерге біз несін қоямыз. Закраситқа кіреміз. Ой, рисоватқа кіреміз. Сосын әште слоймен жұмыс істейміз. Слойда мынаны календаріміз үстіге шығарамыз. И календар таңдаймыз. Потом стереть стерканы таңдаймыз, да? Фигураларға кіреміз, да? Например, қандай таңдайсыз? Домалақ, не изолит дегенді басымыз. Окей. И өйстіп бізге рамка қалдырамыз осылай. Суретке. Все. Дайын. Енді өзіңіз мына жерге гүл қойсаңыз болады, рамканың жанына. Неше түрлі украшение қойсаңыз болады. Неге әп-әдемі календарь шыға келді.